Сәлем достар, бүгін мен сіздерге слезы ангела деп аталатын пирог жасап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқаның сарысы, 2 ас қасық қант, 2 ас қасық қаймақ, сосын еріген сары майды құйып, үстіне қопсытқыш, яғни разрыхлитель салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бір келкі массаға келген соң үстіне ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ірімшік, яғни творог, 2 ас қасық қаймақ, 1 стақан қант, ванильный сахар, сосын 3 жұмыртқаның сарысы керек болады. 1 ас қасық манка қосамыз. Барлығын сұйық болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Қамырды алып, видеода көрсетілгендей етіп, кольцоға салып шығамыз. Барлық жері бір келкі болғаннан соң начинкамызды құйып 180 градусқа 40 минутқа жібереміз. Бетіне арналған жұмыртқалы массамызды жасаймыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқаның ағы, 4 ас қасық қант керек болады. Пирогтың пісуіне 5 минут қалғанда алып, жаңағы жұмыртқалы массамызды бетіне құйып, тағы да 5 минутқа пісіріп аламыз. Толықтай піскен соң холодильникта 2-3 сағаттай ұстау керек. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.